Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Біз бүгін пешіңізде небәрі 7-8 минутта пісіп шығатын дәл пиццериядағыдай оригинал соусымен жұп-жұмсақ пицца дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жанында қоңырша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 175 грамм жылы суымызға 1 шай қасық дрожжымыз бен 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін дайын опарамызды 350 грамм електен өткізілген ұнымыздың үстіне құямыз. Үстінен жарты шай қасық тұзымыз бен 25 грамм сұйық майымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шығу қажет. Қамырымызды пакетке салып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенге дейін біз дәл пиццериядағыдай пиццамыздың оригинал соусын жасайтын боламыз. Соусты жасау үшін бізге орташа көлемде 2 помидорымызды осылай жұқа етіп 4 жағынан кесіп, үстіне ыстық суымызды құйып 10 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Минут өткеннен кейін біздің қызанақтарымыздың сырты осылай ыстық судың арқасында тез ашылатын болады. Сырты аршылып дайын болған қызанақтарымызды блендердің көмегімен толық езіп алатын боламын. 2 дана чесногымызды теркадан өткізіп дайындап аламыз. Қызып тұрған табамызға 3 ас қасық сұйық майды қосып, дайын болған чесноктарымызды жарты минуттай қуыратын боламыз. Пиццамыздың дәмі ерекше болу үшін осы кептірілген орегано шөбін соусымызға пайдаланамыз. Қуырылып жатқан чесногымыздың үстіне 1 шай қасық орегономызды салып, жарты минуттай қуырып, үстіне дайын болған қызанақтарымызды құямыз. Жарты шай қасық тұзымызды салып, соусымызды суы тартылғанша 3-4 минут қуырып аламыз. Дайындалып жатқан соусымыздың үстінен қызыл ұнтақталған тәтті бұрышымыздан 1 шай қасық қосуға да болады. Міне бізде осындай қою оригинал соусымыз шығады. Газымызды өшіріп, соусты суытамыз. Жарты сағат өткеннен кейін біздің ашыған қамырымызды теңді 2-ге бөліп, үстінен сұйық маймен байлап, тағы да жарты сағатқа тындырып қоятын боламыз. Міне біздің келесі жарты сағатымыз өтті. Қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді кезекте біз пиццамызды дайындаймыз. Қамырымызды алдымен қолымызбен басып, одан кейін оқтаумен дөңгелек формада жұқа етіп жайып аламыз. Пиццамыз піскен кезде әдемі болып көтеріліп тұру үшін қамырымыздың шеттерін осылай қайырып шығамыз. Духовкамыздың табасына пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымыздың екінші жағын орналастыратын боламыз. Дайын болған соусымыздың тең жартысын салып, үстінен үккіштен өткізген немесе ұсақталып туралған сырымызды себеміз. Сырды сеуіп болғаннан кейін өз қалауыңызша әртүрлі азық-түлікпен пиццаны әрлесеңіздер болады. Алдын ала максималды градусына қойылып қыздырылған пешімізге дайын пиццамызды 7-8 минутқа пісіріп аламыз. Пешіміздің максималды градусында болғандықтан пиццаларымыз 7-8 минутта, ары кетсе 10 минутта пісіп шығады. Пеште пиццаны 10 минуттан артық ұстамаңыздар, себебі бетінде сепкен сырларымыз күйіп кетеді және нанымыз қытырлақ қатты болып шығатын болады.
Дәл пиццериядағыдай жұқа жұп-жұмсақ нәзік пиццаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.